өздеріңіздің сайгүліктеріңіз тұр. Қазір осы арқылы сіздер топ басшысы қадағалап отырасыздар бағалауды. Мен неше балл деп отырам, сол қадамға аттап отырасыздар. Әркім өз-өзін бағалайды. Түсінікті ғой, бірақ топ басшы қадағалап отырасыз. Оқиды аяру. Аяру, қайда аяру? Сонан екінші мысал. Тез оқимыз балалар. 51.054 бөлу 127 бөлтінің мәні 402-ге шең. Иә. Қоямыз, жақсы. Өзіне бір бал жылысып отыр дейін сайгүлігін. Келесі, Аяна. Тез-тез. Аяна қайдан? 291.693 бөлу 231 бөлтінің мәні 13-ге тең. Дұрыс қой. Дұрыс пичка қоямыз. Келесі, бізде Інжу. Інжу. Кім? Оқиға. 7595 бөлу 217 бөліндінің мәні 35-ге тең. Тамаша, дұрыс. Көңіл-күйлеріміз тамашама. Көңіл-күй, мен витаминдер алып келдім. Витаминдерді, көңіл-күйлерді көтеру үшін сабақ барысында беріп отырмыз. Жарай ма? Қазір бірінші менің қолымдағы кубик рубик арқылы біз өткен сабақты қайталаймыз. Яғни ақиқат па, әлде жалған ба? Дайынбыз ба? Дайынбыз. Онда кетті. Кез келген санды тыңдаңдар. Нөлге көбейткенде бір шығатыны ақиқат па, жалған ба? Жалған. Келісеміз ба? Өте тамаша. Келесі, кез келген санды бірге көбейтсе, сол сан шығатыны ақиқат па, жалған ба? Ақиқат. Тамаша, жарайсың. Санбалы сандар көбейту және бөлуге байланысты тапсырмаларды арғырай шығарып, және сол бөлімді қорытындылаймыз. Жарай ма? Бірақтан сол есептер шығару барысында бүгінгі сабақта біз ежелгі қалалар туралы да білетін боламыз. Ежелгі қалалар деген қандай қалалар бар? Қол көтеріп айта берейік. Ежелгі қалалар. Қандай қала ежелгі қала деген? Айта қойшы. Қандай қала ежелгі қала деген? Тарихи қалалар және де көне қалалар. Көне қалалар деген. Қандай ежелгі қалалар білесіңдер? Жалпы біз Түркістан, тамаша. Отырар, Басқау. Біздің қазіргі облыс орталығымыз қандай қала? Тараз қала. Ол да қандай қала? Көне. Тараздың 2000-нан астам жыл тарих бар, иә? Жақсы. Енді келесі бала. Біз қазір оқулығымызды ашайық. Біз тапсырма орындаймыз. Кітабымызды ашамыз. 60-шы сабақта. Бірінші тапсырмаға қараңдар. Есептемей-ақ бөлінудің мәніндегі цифрлар санын анықта. Мен мына жаққа шығарып қойдым бізге ойын түрінде. Мәнін табудың қажеті жоқ. Тек қана неше цифр болатынын анықтауымыз керек, иә? Қате, түзем. Қанша цифр? Кім қалды іздеп? Мынау кімдікі? Бір оқушы келесіңдерші? Кел ағым, кел. Мынаған бір цифрын тап. Енді сөздерді, әріптерді ретімен қойайық. Әркім өсу ретімен деп тұрма бізде? Қараңдаршы тапсырмасы. Өсу ретімен орналастыр дейді. Екі цифр болады. Так, кеттік өсу ретімен. Төменгі саннан жоғары қарай өсу. Ең төменгі сан қайсысы? Екі қоямыз не жерге, бірінші қой. Кімдікі жерге жарыстыр? Так, екі. Келесі. Үш кімдікі? Жарыстырамыз, тез-тез болды. Үш. Келесі. Төрт. Жарыстырамыз. Жылдам. Қазір біз ежелгі Испиджаб қаласының қазіргі атауын білетін болады екенбіз. Оқиықшы, қандай сөз шықты? Сайрам. Сонымен енді есте біліп жүріңдер, е? Испиджаб қаласының ежелгі қаланың қазіргі 11-ші ғасырдан бастап ол Сайрам деп аталады. Тамаша, өте тамаша. Өздеріне бір-бір балдан сайгүліктерімді жылыстырып қойыңдар. Жақсы цифр болады, е? Сосын дұрыс айтады. 3 цифр болады. Все, ал енді оқимыз. Так, сізде толымсыз бөлінгіш 1819 деген бір цифр болады. Және мына тағы 4 мәні 3-тан балсам. Болды, орындаймыз.
4. Aha. 4 sürüyoruz. Tamam. Söylemiş tahtadan. Ara. Kaçadan veremiz? 4'ten bilen de başlıyor. Aha, 4'ten veremiz. Ha, söylüyor. Tamam, terus. Beşinci amalın cevabı 7 0. Tamam, terus kelesi. Dördüncü amalın cevabı 6 0. Tamam, jaraysin kelesi. Beşinci amalın cevabı 4 0. Tamam, terus. Altıncı amalın cevabı 4 0. Tamam, yedinci amalın cevabı 6 0. terus. 8. amalın cevabı 4 0. 4-0. Jaraysınlar. Barlıqlarında 2 bal. Öte akıllısınlar. Akıllı basınızı sipap koyuyor. Ya? Öz akıllı baslarını sipap koyuyor. Şu cevabını aytarшы біреу. Оқиғашы. Sen шығардың. Мәні қанша болды? Sen дұрыс тексердің ажыбың? Ешқа қойды ма? Жақсы. Келесі екіншісін оқиды. Оқи қой. 2210 көбейту 402 көбейту мәні 880. 8420. Сенікі дұрыс деп тексерді ма? Жақсы. Тамаша. 2 балды. Қанша бал еді? 2 бал екен. Ал енді жауабын оқи қой. Қанша болды? 1023. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Енді 152 мың 1 миллион. Асықпа. 152 мың 10-ға тең. Көрейік. Қайсы? 1 миллион 13. Жақсы меңгердім. Мен өзімнің өткен көбейту бөлулерінен өзімнің енді қателеспейтінімді түсіндім. Мен көбейтуді бөлумен, бөлуді көбейтумен тексере алдым. Өте тамаша. Жарайсыңдар. Рахмет балалар.